Жастар істері саясатының іске асырылуы және Ұлытау облысының өндірісіндегі проблемалық мәселелер. Аталған мәселелер аймақ басшысы Берік Әбдіғалиұлының төрағалығымен өткен кезекті аппараттық жиында күн тәртібіне шығарылды. Жалпы Ұлытау облысы бойынша 14 пен 35 жас аралығындағы жастар саны өңір тұрғындарының 27,4%-ын құрайды. Аудан қалаларда жастар категориясымен тікелей жұмыс істейтін 5 жастар ресурстық орталықтары бар. Биылғы жылы оларды қаржыландыру көлемі 300 миллион теңгеден асқан. Жастарды жұмыспен қамту және жастар кәсіпкерлігі басты назарда. 2024 жылы жастар кәсіпкерлігін дамыту және қолдау үшін қала аудандардың жергілікті бюджет есебінен 1 миллионнан 3 миллион теңгеге дейін аралықта грант табыстау үшін жалпы 104,5 миллион теңге қарастырылған. Бүгінгі таңда Жаңарқа ауданының Қаражал қаласында ол гранттар табысталды. Қалған қала аудандарда бұл жұмыс жалғасуда. Сонымен бірге 2024 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің жас проект жобасы жүзеге асуда. Бұған биыл біздің облыстан 51 жас кәсіпкер өтінім тапсырып, оның 20-сы 1 миллион теңге көлеміндегі шағын гранттарды иеленді. Ұлытау облысын дамытудың кешен жоспарына сәйкес жастарға арналған Ұлытау жастары жеңілдетілген несие беру тұрғын үй бағдарламасы да жүзеге асырылуда. 2023 жылы аталған бағдарлама бойынша 45 жас отбасы баспаналы болса, 2024 жылы 50 жас отбасыны қамту жоспарланып отыр. Аймақ басшысы бұл бағдарламаның тиімді тұсын кеңінен насихаттауды тапсырды. Жастар білмеуі мүмкін. Бұл үлкен қолдауға 6%-дан жеңілдетілген. Жақсы, интервью беріп жастардан сюжет, репортаж жасаңыздар. Өйткені қазір көпшілігі ақпарат қарамайды жастар. Хотя бы ата-аналар естісін. Осыны бір халыққа жеткізу қолға алыңыз дұрыстап. Коллективтерге жеткізіп жастардың барасына. Бұл механизм түсіндіру керек. Ал күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Ұлытау облысы бойынша департамент басшысы Кеңгірбай Есенеев баяндады. Департамент 2024 жылы 28 тексеру жұмыстарын жүргізген. Тексеру барысында 2512 қауіпті өндірістік объектілер мен техникалық құрылғылар зерттеліп, 1293 бұзушылық анықталған. Берік Әбдіғалиұлы бұл бағыттағы шараларды қатаңдатуды міндеттеді. Мұқағали Сейітқазы, Айдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы.